Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті тәуелсіз арнаның көрермендері. Бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде саяси салмағы бар және билікке өз пікірін анық жеткізіп жүрген «Дат» газетінің жыл адамы Ринат Зайытов болып танылды. Атқарушы билік президент тапсырмаларын орындауда қатты ақсап жүр. Өтіп бара жатқан әр жылдың соңындағы дәстүр бойынша «Дат» газеті өзінің жыл адамын атады. «Дат» газетінің белсенді авторлары 2023-тің жыл адамы деп мәжіліс депутаты айтыскер ақын Ринат Зайытовты лайық деп тапты. Отауызды орақ тілді ақын қай айтыста болмасын халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, билікке жиі сын айтатын. Мәжіліс кулуарында да көптеген саяси әлеуметтік мәселелерді көтеріп, дабыл қақты. Халық қалаулысының басы биыл біраз дауға да ілікті. Ұлттық компаниялардың басшылары мен орынбасарларының сыйақысын қысқартып, ең төменгі жалақыны көтеру туралы ұсынысы көптің көңілінен шықса, радикал діни ағым өкілдеріне қаратайтқан сөз үшін желідегі жұрттың сынына да ұшырады. Ал Ринат Зайытов өз кезегінде жыл адамы деген атаққа әр адам өз саласында мықты. Әкежан Қажыгелдин, Оразалы Ержанов мырзаның елге айтар жақсы идеялары бар. Марат Жыланбаев пен Айгерім Тілеужан саяси диссидент. Бұл көрсетілген адамдардың кез келгеннің өзіндік жолы, нақты позициясы бар азаматтар. Жыл адамы марапатын алуға әрқайсысы лайық деп ойлаймын деген болатын. Сонымен қатар оның айтуынша көпшілік солай деп бағалап жатса қуанышты екендігін жеткізді. Белгіленген уақытты тиімді пайдаланып, елге пайдасы тиетін 3-4 заң жобасының қабылдануына септігімізді тигізсек, бұл да бір үлкен жеңіс болар еді. Мүмкіндігіміз келгенше елдің дамуына үлес қосуға тырысып жүрміз. Көтеретін мәселе өте көп. Мысалы, жергілікті органдардың өңірлердегі соттардың жүргенсіздігімен бетімен кетуін ауыздықтау керек. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық мәселесі әлі де болса өршіп тұр. Мәселе деген таусылмайды. Бірі бітсе, екіншісі шығып тұрады. Деструктивті діни ағымдарға қарсы күрес үлкен жұмысты талап етеді. Қазірдің өзінде ақырындап сең қозғалып, жұмыс басталып жатқан сияқты. Жұмыс аяқталған кезде ғана бағасын берген дұрыс. Теріс діни ағымдар мемлекеттің тұтастығына, жалпы ертең ел болып қалыптасуымызға үлкен кедергі келтіреді. Осы бағытта президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға бірнеше депутат ашық хат жолдап бірқатар ұсыныстарымызды жіберген едік. Қазақстан біреу-ақ, оның жаңасы немесе ескісі болмайды. Ал әділетті Қазақстан идеясы іске асса керемет болар еді. Бұларды құрғақ сөзге айналдырып жатқан қоғамның тарапынан деп ойлаймын. Бастысы бағыт-бағдар көрсетілді. Қиындықтар болмай тұрмайды, болады. Енді осы бойынша жұмыс істеуіміз керек. Бұл заңға көңілім толады деп айта алмаймын. Жұмыс тобында болғаным рас. Бұл заң жобасының негізі қайтару комиссиясын парламентпен тағайындау және оны тікелей президентке бағындыру еді. Алайда дауысқа салу барысында бір дауысқа ұтылып қалып, заң жобасына дәл осы бапты енгізе алмадық. Бұл заң ұрланған активтерді қайтару жөніндегі заң жобасы болатын. Ал енді осы заңды орындау және практикада қолдану мәселесімен тікелей айналысуға тиіс уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы активтерді қайтару комитетінің жұмысы тіпті көңілім толмайды деп айтсам болады. Тіпті оның құрамында кім бар екендігін де білмеймін. Ондай ақпараттардың барлығын бізден жасырын түрде ұстайды. Егер ол комитет шын мәнінде біз қалағандай жұмыс істеп жатқан болса, осы уақытқа дейін олар жұмыстарын көрсетер еді. Дегенмен, партиялық этика бар екені жасырын емес, бірақ бұл ойды ашық айтуға шектеу қойылады деген сөз емес. Бұл тұста Аманат партиясында ашықтық бар деп толықтай айта аламын. Корпоративтік позицияға келгенде қандай да бір қысым немесе шектеулер жасалмайды. Тоқаевтық парламент деп айтудың негізі бар шығар, себебі тапсырманы беретін президент, оның орындалуына жағдай жасайтын заңнамалық негізін қалайтын парламент. Алайда орындаушы билік тарапынан ел президенті белгілеп берген тапсырманың орындалу барысы қатты ақсап жатыр. Осындайда саботаж немесе ішкі бюрократиялық наразылық байқалады. Ал Тоқаевтық парламент деген алып қашпа сөзге келер болсақ, депутаттардың жартысынан көбі жалпы жиналыстарда болмаса
президентпен бетпе-бет кездескен де жоқ. Сондықтан бұл пікір қисынсыз деп ойлаймын, дейді Ринат Зайытов. Расын айту керек, биыл парламенттен орын алған айтыскер ақын Ринат Зайытов бұған дейін оппозиция саласында да біршама еңбек етті. 2019 жылғы президент сайлауында Ринаттың аты қалың елге кеңінен танылды. Қосановтың серігі болып, кейіннен басы дауға қалған Ринат Зайытов ақыр соңы өзінің жылы орнын тапқан секілді. Парламентке барып, халықтың мұң-мұқтажын жеткізуге бел байладым деген ақынның сөзіне елдің іші бұра қоймаған болатын. Алайда биылғы жылы біршама даулы мәселелердің басында дәл осы азамат, яғни Ринат Зайытовтың өзі тұрды. Соның ішінде көптің көңілінен шыққан елдегі ең төменгі жалақыны 300 мың теңгеге дейін көтеру болатын. Ринат Зайытовтың бір адамның басына 85 мың теңгені қалай жеткізесіздер деп министрлерді тығырыққа тірегені жақсы мәлім, және барлығын есептеп, сол жерде министрлерді, комиссия мүшелерін таңғалдырғаны бар. Ринаттың мұндай қадамға баруына не түрткі болды дегенде болармыз. Бірақ расында Ринаттың сөзінің жаны бар екені даусыз. Оған келгенде министрлердің қабақшы да қоймайтыны жақсы мәлім. Ринат Зайытов көптеген мәселелердің басында өзі жүрді, және барлығын көріп түйіп жүргені анық. Бұларды билік парламентінде мінберде тұрып айту бір бөлек, және бар болған әлеуметтік желілер арқылы шулатып қою бір бөлек. Ринаттың екінші жолды таңдағаны дұрыс болмағаннан кейін ол билікке барды деп ойлаймыз. Ал алдағы уақытта тағы да Зайытовтың аты бірнеше мәселелерде анық естілетін болады. Оны қаралаушы топтар да жүрді, себебі елдегі сақалдыларға қарсы айтқан сөзі расында көптің шымбайына батып кеткен анық. Алаяқтықтың 80%-ын намазхандар жасайды деген Ринат Зайытов сол тұста да елдің арасында тағы да дауға қалды. Ринатты жақтаушылар да жоқ болмады. Біршама қоғам белсенділері Зайытовтың сөзін сөйледі, тіпті мәжілісте Ринатты ортаға салғандар да бар. Бірақ көпшіліктің қолдауымен Зайытов ары қарай депутаттық мандатын жалғастырып әкетті. Оның сөздеріндегі негізгі мәселе шынында халықтың жағдайына қатысты шығар. Бірақ мынаны ұмытпауымыз керек. Зайытов мырза бәрібір билікті жалғыз өзі өзгерте алмасы айдан анық. Оның қасында бірнеше тағы да оны қолдайтын азаматтардың болуы шарт. Сонда ғана билікте сен қозғалуы әбден мүмкін. Ал сіз Зайытов Ринат мырзаны жыл адамы деп атар ма едіңіз? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.